Кереге басына кепкен көнегін ілген несән. Қайынның қабығын кеміріп, қымыздық пен жуа теріп кеткен несән. Күркесінде қалған сүйек саяқты иттің езуінен жырып алып, қазандығы қара суға қайнатып, қатық еткен несән. Саптама етіктің май сіңді қонышын, терезе әйнегінің орнына тұтқан қарын құрышын турамшылап, талғажау еткен несән. Бәрі де аштық атты тойымсыз аждаһа аранын қанағаттандырсақ, тойындырсақ деген дәрменсіз әрекеттің өтеушісінде болмашы тірлік, ақ сүйек болып жусап қалар ұлы аза, жан азасы алдындағы соңғы тұяқ серпілісі болатын. Теріскейден шұбырған босқындар Шақалақ ауылына шандатып кірген жоқ, қандатып кірді. Шұбырған ізде ісіп кеуіп өлгендер қалды. Алапат аждаһадан шошынған жұрт өлгендерін көмуге де мұрша таппай жолдағысын баса көкте қанды қаралы көшке ілесіп ілгерілей берген. Дорба түбі қағылып, кебеже түбі сарқылған шақта бейопа тірлікті тәрк еткісі келмеген, үміті түскір өзекті тұстап үзілгенше жан таласып аласұрар әдет емес пе? Төңіректі түртіне тіміскілеп, сұғанақта қалар сорақылық имандық айтсын. Ала сұрғызар ашқарақ сезім бас көтеріп алғанша, ұяттықтың ала жібін аттай алмай, шегіншектей тұрғанымен, ақи көзденіп, дәуірлеп алған тұста ақыл естен адасқан дүлейлікке басып, кімді тыңдасын? Ауыз қимылдағанды сырттан бағып, мұржасынан түтіні көтерілген үйді телміре торулдаушылар төзімі таусылып, құлқын құрты қозған шақта кәдімгі ашық шабуылға шыққан. Төбе мен жабықтан түскенді былай қойып, тапа-тал түсте қара кезіп үйге де кіріп келетінді шығарды. Бұрыш-бұрышты түртінектей тіміскілеп, қолға іліккен тері терсек, сүйек саяқты сыпырып, дорбаларына тыққыштап жатқандары. Үйге енсе, босағаға бүк түсіп отыра қалып, қол жаяды. Бірдеңе дәметіп, өңештерін созып, емінеді. Емінгені сол, аштан өліп барамыз деп еңірейді. Бір үзім нан, бір уыс бидай. Артылып қалған құрт ірімшік дейді. Осы күнде артылып қалар не болсын? 9 жолдың торабында отырған Шақалақ ауылы, ерсілі-қарсылы ағылып жатқан ашкөз, ашқарақ, тойымсыз тобырдың аяқ астында қалды. Бірер айдың ішінде бүйірі тоқ, қоңы қалың ауыл, ауыздағысын ағылған тобырға тоса-тоса өздері де титықтап, ыңыршағы айналған қотыр мәстектей арса-арса болып шыға келген. Бүйте берсе, берекесі қашып, тістегеннің аузында, ұстағанның қолында кетпей ме? Ауылдың мінезі өзгерді. Тосын қылық танытып, босқындарға тіксіне қарайтынды шығарды. Ана бір тұстағы ізгілік бауырымдап көрсер, шилендік келмеске кеткенде еді. Бәрі де барлықтың, бүйірі тоқтықтың арқасы екен ғой. Күндіз түні есік терезелерін тарс бекітіп алып, босағасына ой бауырымдап, ісіп кеуіп, зорға жетіп, тең киіп, сұлағандарға да селт етпейтін без бүйректікке бекінген сыңайда еді. Бірақ бұл әрекетте де қиюы қашып, тозғы жеткен бөздей сетінеп жүре берді. Босқындар тасқыны Ресейге асатын қара жолдың үстінде отырған Шақалақтың шаңырағын шайқалтып, түтіндігін теңселтіп қана қойған жоқ. Бұл ауылдың тұрғындарын ата мекенінен бездірген аштықтың тойымсыз аранда жалында ала келген еді. Соның солақай сілтеген сойылдай алғашқы соққы нәубетіне ауылдың жел жақ шетінде отырған жауғашты шалдың шаңырағы ұшырап еді. Кемпірінен ертеректе айырылып, жалғыз ұл мен келіннің қолына қарап қалған шалдың қырық кісі бір жақ, қыңыр кісі бір жақ қисық мінезі Шақалақтың шеңберінен асып, аяқ жетер біраз жерге мәлім болатын. Жалғыз ұл көбей әкесінің алдынан шықпайтын. Көнбіс мінезінен жаңылып көрмесе де, алдың-дұлдың қылықты келіні, кенжеш анда-санда болса да, бұрқ-сарқ мінез танытып, қайнатасын
шақалақтың қотанынан он көшіріп, құтты орнына оң қондыратын. Бүгінде таңнан тұрған шал түкпір қораға қамап ұстап отырған ала өгізін тысқа жетелеп алып шығып, ауыл іргесіндегі қожым бұлағына беттеген. Ойы қандыра суарып алып жолға шығу. Кеше кешкісін кенжес кейістік білдіріп: «Атау, кебеже түбінде екі-ақ уыс бидай қалды, бір қам жасамасаңыз», деп барып сөзін үзген. Арғы жағын аш көз аштық десейші, оны түсінбейтін жауғашты ма? Түсінгенде төменде қалың орман қойнауында отырған орыс ауылына барып, тамырларының тамырын басып көрмек. Қауға сақал Петро ана жол келгенде бұған жатта жапсып, жалғыз ауыз қара мылтығын қолқалап еді. «Қабырғаңда бостан-бос оқ дәрісіз ілулі тұрғаннан не пайда? Маған бер, аузын қандасам сағанда жаман болмас» деген. «Бір үй болғансың, бір мылтық керек емес пе? Осы күнде ұры-қары көп дегендей, атпасам да айбат шақырып тұрсын» деп болмаған. Болмаған емес, қимаған. Қимағаны осы үйдегі әкесінен қалған жалғыз мұра осы еді. «Оқсыз мылтық анау қолыңдағы көсеу емес пе?» деген қауға сақал пеш өңешіне әлсін-әлі көсеу жүгіртіп отырған жауғаштыға ренжіс білдіріп: «Құдай қаласа сол мылтықты сандық түбінде өзіне деп сақтап жүрген екі кез кебіндік бөзді. Бірер пұт бидайға айырбастап келер. Келер де жұтынып отырған мына қызыл өңеш келіні мен баласын, анау үймелі-сүймелі екі немересін қарық етер. Тілексіз пенде емес, арғысын Құдай салса тағы көре жатар». Осындай оймен қожым бұлағына жеткен жауғашты тосыннан шалқасынан түсердей қатты шошынды. Шошынғаны сол, өгізін жетекке алып келе жатқан бас жіптен айырылып қалды. «Алла, Алла, Субханалла!» Ала өгіздің артына қалай барып қалғанын сезбеген жауғашты суға тұмсығын малмай, басын шайқап тұрған немененің тасасынан баспалап бұққан қалпы бұлақ тұсқа үңілген. «Адам ғой мынау, теңкиіп жатқаны». «Иә, адам. Бибағай, үзілген жері осы ара болғаны да, бұлақ басына не алам деп келді екен, су ішкісі келді мекен», жазған бейбақ. Жауғашты қожым бұлақтың қайнар бастауына белуарға дейін малына етпеттей құлап жатқан адамның қасына келді. Бұлаққа еңкейе бере құлады ма екен, басы суға кіріп кетіпті. Ақ жағал болып тозған елтір бөркі сонадай ұшып кетіпті. Аулақта жатыр. Өрім-өрім көпісінің жауырын етек тұсынан пілтелене шыққан жабағы жүннің жұлым-жұлым сұлбасы көрінеді. Жұлығы тесіліп, өкшесі тайған сірі етік, барқыт бедері әбден тозып, жып-жылтыр болып біткен сырма шал бар. Бір ұшы су бетінде діріл қағып, бір батып, бір шығып жатқан шүберек белбеу иесінен аулақ. Анау жатқан елтірі бөрікке шейін осынау пенденің кембағал халін көрер көзге тым жүдеу әрі аянышты қалпымен елестеткендей еді. Жауғашты бұлақ басына тізе бүкті де өлікке бағыштап аят оқыды. «Мүсәпірдің иманы жолдас болсын, Аллаху акбар», деп бетін сипап, етегін сілкіп орнынан тұрды. Енді не істерін білмеген адамша аңырып, аз кем бөгелген. Бұлақ бастауына белуардан батып жатқан өлікті жалғыз өзі алып шыға алмасын сезді ме, әлде төңірегіне өліктің қолға тебер жағымсыз иісін мүңкітіп жатқан мүсәпірдің маңына маңайлап баруға дәті жетпеді ме, әйтеуір аз кем аңырастан кейін ала өгізін жетелеп ауылға оралды. Екі аяқты қос арысты арбаға оның мұнысын артып жатқан мұстақ шалдың есік алдындағы қараң-құраң тұлғасын көріп солай қарай бұрылды. «Мына неме ала таңнан қайда жүргелі жатыр?» Артынып тартынғанына қарағанда көшкелі жатыр ау шамасы,
деп күңкілдеген жауғашты сонадайдан. Көш көлікті болсын деп айғай салды. Ұрлығының үстінен шығып қалғандай Мұстақ сел кете түсті. Қолындағы түйіншегі де жерге түсіп кетті. Ой, құдай атқыр, сен бедің, шошыттың ғой түге. О несі, қотанды басына көтеріп. Жетіскеннен көшкелі жатыр деймісің? Мұстақ түйіншекті көтеріп, трантастың үстіне тастай салды. Ойпырмай, Мұха, сәл сабыр етіп аялдашы. Артынан да көшерсің. Анау Қожымбұлақтың басында бір өлік жатыр. Бетін жасырмасақ, обалда, мұсылман ғой, деп жауғашты жаңа ғана өзі келген жағына шошына бұрылып бір түрлі қобалжи тіл қатқан. Өлік, таңсық болып ба қазір? Өлгенде бір бейбақ. Мені жолдан қалдырма. Жүрелік. Ешкімнің көзіне түспей, ерте жүрелік дегенім сол еді әлгі кемпірге. Биғайша, биғайша, омалып неге шықпай жатырсың? Бол, шық бері. Мұстақ шал ала арқанымен трантасқа артылған оның мұнысын шандып байлады да арбаға жегілген қоңыр сиырдың бас жібін қолына алып ілгері қозғала берді. Хайыр, қош. Мұха, шынымен ақ кеткеніңіз бе? Ел жұртпен қоштаспай мұныңыз не? Деп абдыраған жауғашты аңырып тұрып қалған. Жауғаштай, ел дейтін ел қалды ма? Бәрі сөгіліп кетіп бара жатыр емес пе? Жұрт жайлаған мына жерден, жасаған, көрсетерін көп екен ғой. Тұрымтай тұсына деп, қош, ақыретте тапсайық. Мұстақ басын игендей ебедейсіз бүгіліп барып бойын қайра тіктеп түзеп алды да артына бұрылмаған қалпы қоңыр сиырды жетелеп қара жолға түскен. Енді сәл бөгелсе, еңіреп келіп, мұны құшақтап көрсе кететіндей, болмаса мына артында қалып бара жатқан жұртын қимай, осы арадан айналсоқтап ұзап кете алмайтындай көрінеді ме? Әйтеуір не де болса, қара үзіп ұзап кетіс келгендей ширақ адымдап барады. Үйден дауыс салып шыққан биғайша ала өгіздің бас жібін беліне қыстырған қалпы, сай сүйегі сықыр-сықыр етіп ұзап бара жатқан қос арысты арбаның соңынан мұңая қарап тұрған жауғаштыны бас салды. Жәкесі-ау, қайным-ау, қош бол, бақыл бол. Енді қайтып көреміз бе, көрмейміз бе? Кеттік қой елден. Беті күйген қара беттей, елмен де қоштаса алмай босып барамыз. Ашпыз. Кебеже бітуін қаққан соң не отырыс бар? Қол жайғанмен кім ауыздағысын жырып берсін? Ойпырмай, жеңеше-ау, бұларыңыз не? Көппен көрген ұлы той деп әліптің артын бақпадыңыздар ма? Қайдағы әліп? Ешше қалған ауыл үстінен өткен шұбырынды жұрт қырдағы ел түгел ақсүйек болып жусап қалды деді емес пе? Ендігі кезек шақалаққа келсе керек. Қуатың барда бір қараға жетіп алмайсың ба жазған? Ойпырмай, не дейді? Мен мына аралағашта отырған орыс ішіне барсам ба деп едім. Бізден гөрі қоңдылау көрініп еді ана жолы соққанымда. Ойбай, аралағаш маңына сені маңайлата ма? Аштықтан босқындардың алғашқы легінен соң-ақ күзет құрып, мылтығатып ауыл маңына жолатпай тұр дейді ғой ешкімді. Қойыңыз, бекер болар. Кеше ғана айран шалабымызды ауыздарына тосқан мұжықтар емес пе? Өйте қоймас. Сол хабарды да шұбырған ел айтады. Ауыздағысын жырып беретін орыс қайтуғаның. Оларға да оңай соғып жатпаса керек. Орыстан досың болғанша қасыңда қара балтаң болсын деп тегін айтты деймісің? Биғайша жүре сөйлеп шалының соңынан ерді. Қой, бекер шығар. Басқасын білмеймін. Петро Тамыр ондайға бармас, деген жауғашты ауыл шетіндегі үйіне беттеген. Беттегенде де әдеттегідей ауыл сыртын айналып өтпей, қотанды жарып өтіп келе жатқан. 4-5 күннен бері ауыл қотанда не болып жатқанынан хабарсыз қалғандығынан ба, біраз үйлердің есік терезелерінің сыртынан
шегеленіп қалғанын енді аңғарды. Мына немелер шынымен ақ үн-түнсіз көшіп кеткендері ме? Көнекті сыртқа салып үн-түнсіз кеткендері мені баяғы кірме дегендері ғой. Бұл шақалаққа сонау бір жылдары көшіп келгенде Бабасанның балалары мұны орталарына алмай шеттетер сыңай танытып жылы қабақ бермеген. Содан бері ауыл шеңберінде отыр дегені болмаса, қотаннан жырақтай барып ауыл шетінен қоныс тепкен. Ел ішінің дау-дамайына да қатыс шамалы жауғашты, торқалы той, топырақты өлім болмаса, бабасандықтармен тоңның ішкі бауырындай бауырласып кеткені де шамалы еді. Дегенмен шақалақ бас біріктіріп артельге бет түзегенде бұл басқарма төрағасы сәлікке келіп: «Артеліңе мені де жаз, жалғыз тілді соқам мен ала өгізімді ортаға салам» деген. Бабасанға мүше болып енбесем де өкіметтің артеліне мүшелікке енуге құқым бар шығар деп саясаттан да құралақан еместігін елестете сөйлеген. «Әрине, жәкесі, әрине, сен де артельге мүшесің, мына тізімнің жуан ортасында тұрсың» деп сәлік алдында жатқан қағазын мұның көз алдына көлденең тартқан. «Бәсе, солай болса керек» деп шыққан жауғашты артель кеңсесінен. Өзін кірме деп кемістетін бабасандықтардың басынан асыра сөз сөйлеп, кеңседе отырғандардың біразын тізімнің жуан ортасында тұрғандығымен артель мүшесі екендігін мойындатқанына тоқайған көңілмен қуанып шығып еді сол жолы кеңседен. Содан бері жыл жарым уақыт өтпей аспан жерге түсіп, жер аспанға шыққандай тас-талқан болды да қалды емес пе? Артель тоз-тоз болды. Ел басқарды деген сәліктің өзі төмен асып кетті, қатын бала шағасын шұбыртып. Елге үлгі көрсеткісі келді ме, бар малын ортаға алғаш салған да өз еді. Жұрттан да соны талап етіп, дігірлеп отырып алды емес пе? Біреулер осы сәлік бірдеңе білетін шығар деп жалғыз сиырын жетелеп әкеліп артель соқасына жексе, енді бірі заңнан үркіп барын беріп жатты емес пе? Ақыры үйінен тіске басар бір үзім нан таппай тығырыққа тірелген артельдің төрағасы өзіне қараған бірер үйді соңынан ертіп түн жамылып көшіп кетті. Білетіндер түмен асып кетті деседі. Онысы рас та шығар. Әйтпесе қырдағы елдің төменге шұбырып несі бар? Содан бері кеңсе маңына барғанда ешкім болған жоқ. Бір қиырда тайғаға тұмсық тіреп отырған шағын ауыл шақалаққа ат ізін салған өкімет адамы да болмады. Алғашқы кезде тебінгі кептірмей темпеңдеп келіп тұратын уәкілдер де қараларын батырған. Олар да сүйретпеге түсіп сілекпесі шыққан мына шақалақтан енді не шығар дейсің десе керек. Аштық зобалаңына ұшыраған қыр елі жөңкіліп Сібірге қарай сырғи жөнелгенде Ресей мен Қазақстанның жол айырығындай ұрымтал тұста отырған шағын шақалақ шілдің қиындай тоз-тозы шығып, араның ашқан зұлмат нәубетінің топанды тасқын астында қалып, мерт болар санаулы сәттің тек астында тұрғандығын аңғара қоймаған марғау күйде еді. Бейғайша кемпірдің үрейлі жүзі аштық деп сұңқылдай қалған үнінен кейін жауғаштының берекесі қашып, үйіне зорға жеткен. Қожым бұлақ басындағы ісіп кеуіп өліп жатқан бейтаныс мүсәпірді де ұмытып кеткен демей қалай. Сылбыр басып ішке енді. Кенжеш қуырылған бір уыс бидай шашылған ала дастархан басында қаққан қазықтай болып ыздия қалыпты. Арғы жағынан ұлы мен қызының қалт-құлт етіп бастары көрінеді. Көбей болса іргеге бетін беріп, теріс қарап жатқан қалпы қозғалар емес. «Ата, шайға келіңіз». Кенжеш шыны аяқты сылдырлатып шай құя бастады. «Анау не ғып жатыр? Тұр, шай іште» деген жауғашты сірі шоқайын сілкей шешіп сәкінің астына атты.
Түні бойы қызуы көтеріліп, қиналып шықты. Ауырып қалмаса не қылсын? Дімкәс неме, аш құрсақтығын көтере алмай жүрау. Бірер кесе шай ішіп жүретін. Омалып отырған мен оңатын түріміз жоқ. Петр тамырға барып, талғажау бірдеңе әкелейін, деген шал келіні ұсынған сылдыр суды сораптап отырып. Алла жазса, бүгін жетіп жығылсам, ертең көз байлана келіп қалармын. Ойпырмай, ата, әйтеуір абайлаңыз. Жол торыған, ит құс көбейіп жатыр десіп жүр ғой. Тіпті Кенжеш мүдіріп қалды. Иә, аштық деген ар-ұятқа қаратсын ба? Ақыл естен адасқанда жыртқыш болып кетпей ме адам деген? Жауғашты дастарханның шетін қайырып, аят оқып бетін сипады. Орнынан тұрып жатып. Анау мылтықтап бер. Петр тамырдың көз құртын қоздырған немені апарып беріп, сосын анау сандық түбіндегі бөзді шығаршы. Кенжеш үстіне әлдекім тосыннан суық су құйып жібергендей селк ете қалды. Оның өзіне ата, ақыреттік бөзді? Әй шырағым-ай, өлісіңе қарай көмісің дегендей, алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екенің заманына қалдық емес пе? Бұл бөздің ендігі құны бірер қадақ бидай шығар, әкел бері. Шал тоңқаңдап жүріп, сәкі астынан сірі шоқайларын тауып киді. Қажып қалған түріма қалай? Сәкі шетіне құйрық басып, аз кем отырып, орнынан зорға тұрды. Ал, балам, мыналарға бас көз бол. Іргеге жүзім беріп жатқан көбей бері аунап түсті. Баласының күл-күлдеп ісіп кеткен жүзін көріп, шал шошып кетті. Шырағым-ау, өңің не болып кеткен? Бірдеңе ішсең еді. Мен мына аралағашқа тамырға барып қайтайын. Жауғашты жүгіріп келіп, етегіне оралған екі немересін кезек-кезек иіскеп, келінің ұсынған түйіншегі мен мылтықты алып, сүйретіле басып, сыртқа беттеген. Алла, тәңірім-ай, жебей көр біздей пақырларыңды. Шыдаңдар, шыдасаңдар, жарар еді қарақтарым. Шал күңірене күбірлеп, ала өгіз жегілген арбаға барып отырды. Кенжеш атасын аттандырып салғанымен үйге енуге батылы жетпегендей, сыртта әр нәнені бір төтнектеп жүріп алған. Жаңа атып келе жатқан жазғы таңның жарқын сәулесінен жасқан шақтай ауыл тұсқа көз салған. Қотан үсті өлі тыныштық құшағынан жазбаған қалпы, түндік серіппес марғаулықпен маужырап кеткендей екен. Таңмен талас тұрып, өріске мал айдайтын, мазасыз шал шауқан, кемпір-семпірлер де бұл күндері әдеттерінен жаңылғандай. Жай барақаттыққа бой алдырған ба дерсің. Бозалаңнан бозторғай көтеріліп үлгермес алакөбеден атқа қонып алып, әр үйдің босағасын тепкілеп, терезесін тарсылдатып жұмысқа шақыратын бұжырбет бригадир Барлыбай да бұл күндері төбе көрсетпей кеткенге ұқсайды. Таңмен талас абыр-сабыр күйге түсіп, тірлік үшін тырбаңдасқан жұртшылық жұтатып кеткен, жұттан жіні жығылып, сіңірі үзілген, арық-тұрақтай тұралап қалған. Басында көпшілік үшін ұжымдаса жүріп, еңбек етіп, ел болайық дескен ұшпақты ұранның күлі көкке ұшып, бекемдесіп, бел буысқандардың белі сынып, берекесі қашқан. Қазір аранды әбжіландай сумаңдаған аштықтан қалай құтылсам екен деген жеке бастың әуресі әуелеп жеткен. Бала ауыздағысын әкеден қызғанып, әке ауыздағысын сұқ көзден жасырар, жаналқым көзге жеткендей ел үстін ашкөз аштық алатопалаң қырғын жайлаған. Кенжештің ойын сәлік үйінің алдындағы күресінде қанды қасап таласқа түскен ауыл иттерінің ию-қию даңғаза шуы бөліп еді. Ол қолына іліккен таяғын басынан асыра бұлғалақтай айғайлай, солай қарай жын соққандай жүгіре жөнелді. Өлі жүндері әлі түсіп болмаған өңкей бір ашкөз немелер далбаңдай жүгірген әйелді елең қылмастан орталарындағы арам өлген бұзаудан қалған сүйек саяқты бір-біріне қиыса алмай әр тұстан
анталап келіп жылмасып жатыр. Жұртта қалған басқарма төрағасының бір кезде қасқыр алдырып жүрген көкжал арлан төбеті болса керек. Мына олжаға мен қожамын дегендей деңгейлесіп келгендерді желкеден мытып, шаптан іліп жолатар емес. Көкжалдан тұрқы қысқалау демесең, шомбал бітімі бөлектеу, жырық құлақ, жалғыз көк төбет тайсалмай келіп, шартты шұрт айқаса кеткен. Шәу-шәу етіскен былайғы топ манадан бері тұмсық батыра алмай жүрген өлексеге тап берісіп, тулақай ала жөнеліскен. Кенжеш күресіннің күл қоқысын аспанға шығарып, арс-арс етісіп, алысып жүрген екі итті қолындағы таяқпен кезек жондап зорға қуды. Ойпырмай, мыналарда тағы болып кеткен бе? Тіпті болар емес қой. Кенжеш жан-жағына алақ-жұлақ қарап алды да, күл қоқыстың арасынан сой дейіп шығып жатқан бір сүйекті суырып алып, етегіне жалма-жан ораған күйі үйіне қарай тұра жүгірді. Олжаларынан айырылып қалғандарына ызаланған иттер тобыры күреске қайта лап қойысты. Тағы да алыс-жұлыс басталды. Сүріне қабына үйіне жеткен келіншек сәкінің үстіне етегіне орап әкелген сүйек саяғын саудыр еткізіп тастай салды. Әдірі қалғырлар, дым қалдырмай қажалап қойған ба өзі, деген. Кенжеш қалың иттің езуінен жырып әкелген сүйектеріне шық-шия қарап отырғанда әкесінің бауырында жатқан ұлы ыңырсыды. Апа, қарным ашты. Ойбу, ботам-ау, кімнің қарны тоқ дейсің? Сәл шыдай тұр, мыналарды жуып шайып, ұнға шылап берейін. Ана жазған әкеңде 2-3 күннен бері дым жеген жоқ. Кебісін сылпылдатып тысқа шыққан Кенжеш бір шелек су алып ішке қайта кірді. Сүйек саяқты сыпырып шараға салды да сумен жуып шая бастады. Күл қоқыстың шірінді иісі ме, әлде бұзыла бастаған сүйек иісі ме, әйтеуір бір жағымсыз иіс қолқа қабады. 2-3 рет жуып шайғаннан ба, әлде иіске бой үйренді ме, келіншек жаңағы бір жағымсыз иістен арылғандай болған сүйектерін салдырлатып отта тұрған қара қазанға қотарып су үстемеледі. Сосын барып, сары самауырға ошақтың отын қағыстыра қаузалап отырып шоқ салды. Кебеже түбіндегі ала дорбадан 2-3 қуырылған бидай мен 2-3 түйір құртты ала дастархан үстіне шашты. Ыңырсып жатқан ұлын көбейдің бауырынан алып, беті қолын жудырды. Сөйтті де атасының орнына отырғызып, көйлегінің етегіне 2 шөкім бидай салды. Ал, жей ғой, қарашығым. Шай қайнағанша жей отыр. Көбей, о көбей, ептеп тұр алсаң тұрсаңшы. Шай іш жазған-ау. Ана Нұрбекені де оят. Әне, Нұрымжан тұрып, шай ішкелі отыр. Тұрыңдар енді. Кенжеш әп сәтте 2 иіннен ендіге дем алып шыға келген сары самауырынды көтеріп, дастархан басына отырды. Көбей орнынан сүйретіліп зорға тұрды. Күйеуінің қабағына күңкілдей ісініп кеткен жүзін көріп, Кенжеш шошып кетті. Ойбай-ау, сорлау, саған не болған? Өңің бұзылып кетіпті ғой. Орнынан сүйретіле тұрып, үйдің қабырғасына сүйенгенімен аяқ басуға шамасы келмей қиналып тұрған Көбейдің қолтығынан сүйей берген. 2-3 күннен бері дым сызбай жатқанға ауырып қалды ма десем, қып-қызыл аштан бұратылып қалғаннан саумысың өзі? Мені қой енді. Адам болмаспын. Ана, Нұрым мен Нұрбекеге ие бол. Тегар, адам болмағаны несі? Қазір шай ішіп, бидай жеп, ептеп жүрек жалғай тұр. Анау қайнап жатқанға ұншылап көже істеп берем. Жоқ, болмас. 2 тізесі дірілдеп барып, шөге қалған Көбей қайтадан қисайды. Ойбай-ау, енді қайттым. Уа, Құдай, көрсетерің Көбекен ғой. Мен қазір. Кенжеш күйеуінің басын сүйей көтеріп, шай құйған кесесін ерніне тосты.
Анау жылымды шайды бірер ұттағаны болмаса толық іше алмады. Аузына тосқан қуырылған бидайды да талғажау етіп шайнап жұта алмай қиналған. Ойпырмай, шынымен-ақ шаршап қалғаның ба? Енді не істейін? Кішкене жата тұр демалып. Сұлық жатқан күйеуінің күлтілдеп кеткен жүзіне жыларман болып тесіле қарап, ұзақ отырған Кенжеш танауына жеткен болмашы иістен әлсіреп, қашып қалған бойына қап жүгірер қуат сезініп, орнынан сүйретіле тұрып барып, сақырлап қайнап жатқан қазанның қақпағын көтерді. Жиегі ақ көбіктеніп, көпірши қайнаған қара судан бумен аралас күлімсі иіс танауға ұрды. Ет иісі ме, әлде шірінді сүйек иісі ме айырып болмайды екен. Кебеже түбінде қалған бірер уыс ұнды қырмалап, қағып соғып кесеге салды. Бар жоғы, осы-ақ па? Деген келіншек кебеженің өңірейген аузына басын сұғып жіберіп, бұрыш-бұрышын тіміскілей тінте қарады. Бір кездегі бір қора жанның сарқылмас ырыс несібесінде болған майсыңды қара кебеженің қаңырап бос қалғанына көзі жеткендей Кенжеш басын суырып алды тесіктен. Атам, ертеңдер келмесе, мыналарға не беремін? Ойпырмай, бұл не заман болды? Шынымен-ақ аштық біздің шақалаққа да жеткені ме? Бойын үрей билеген Кенжеш кесе түбіндегі ұнды қазандағы қара суға төңкере салды. Апа, шай! От басында сілеп тұрған келіншек селк ете түсті. Қазір, қалқам, қазір! Дастарханға жақындай бере теңселіп кетті. Көз алды қарауытып, басы айналғандай болды Кенжештің. Шынымен, аштықтың келіп қалғаны ма? Я, аштықтың өзі ғой мынау. Әйтпесе, күресіндегі иттерге неге бардым? О заманда бұ заман ит мүжіген сүйекке адам таласу ма еді? Мен таластым ғой. Аш болмасам сүйтемін бе? Есімнен танбасам соны істермін бе? О, жасаған. Кенжеш 2-3 күннен бері өзінің де қара су болмаса тіске басар қуырылған бидайдан да талғажау татпағанын енді есіне түсіріп отыр. Дастарханда жатқан құрт түйірін алып аузына салды. Көмей жақтан запыранды удай жылымшы бірдеңе лықсып аузына келді. Сәкінің жиегіне қисайып құсқысы келіп, ышқына лоқсып еді, сап-сары жалқаяқ бірдеңе түсті. Екі көзінен жасы бұршақтап, шекесі шыңылдап, басы айналды. Тағы да лоқсып еді, ештеңе түспеді. Ішімде ештеңе жоқ, не түсуші еді, деп ойлады Кенжеш. Аяқ астынан ауру жабыспасын Құдай ұрып. Мен жатып қалсам, мыналардың күні не болмақ? Алла тәңірім, бар болсаң, атамды аман есен елге жеткізе көр. Пәле жалаңнан қағыс қыл тәңірім. Әкесінің іргесінде жатқан Нұрбеке тұрды жыламсырап. Оның да көзінің асты көгілжім тартып, екі беті де ісіп кетіпті. Аштықтан адам ісінеді деуші еді. Мына жазғанда солай болғаны ма? Кел, ботам, кел. Мә, бидайдан же. Нұрымға шай құйып беріп, Нұрбекеге бір уыс бидайды алақанына салған Кенжеш қазандықтың астынан отты сырып, ағаш аяққа ұн қатқан қатықсыз қара көжені қотарып құя бастады. Бір түрлі күлімсі иіс қолқасын қапты. Жүрегі тағы өрекпей лобылып құсқысы келді. Бұл бұрқыраған көженің бетінде жылан көз май иірімдері байқалады. Сақырлай қайнаған сүйектен шыққаны да. Жақын отырып, мына көжені ішіңдер, деген Кенжеш екі баласының ортасына апарып, көже толы аяқты қойды. Көбей, әй көбей, шаман келсе тұрып, анау көжені іш. Ішіңе бірдеңе барса оңаларсың, бүктеліп, жата бермей басыңды көтер. Шамам жоқ. Екі өкпем қысып. Күркілдей жөтеліп барып зорға басылды. Ана екеуіне бер. Мені қой енді. Көбей іргеге қарап жатқан күйі аңырсый зорға сөйлеген. Жаңағы жөтел титықтатып тастағандай екен. Мені қойы несі? Көріне көзге.
аштықтан өлмекпісің? Кенжеш бір қасық көжені еріннің аузына тосып еді. Анау басын шайқап, күлкілдеп ісініп кеткен бетін тыржитты. Жаратпай жатырмысың? Бары осы. Өзіңде дімкәс едің. Оған мынау қосылып қиналып қалдың-ау. Шыда, атамда ертеңдер келіп қалар амандық болса. Кенжеш ала дастарханды жинай бастап еді. Нұрбике қыңқылдады. Апа, құрт берші. Жә, анау етегіңдегі бидайды же. Мұнаны Нұрым жесін. Саған кешке берем, деген анасы көзі шүңіреп, кәдімгідей жүдеп қалған сепкіл бет кекілді баласының маңдайынан иіскеп. Құлындармай, күндерің не болады? Бар үміт аталарыңда. Орнынан тұра беріп еді. Екі шекесі солқылдап, қаны басына шапшығандай, көздері қарауытып, дүние шыр айналып кетті. Екі тізесі дірілдеп барып, пешке арқасын беріп бүк түсіп шөге қалды. Аллай, не болды? Басы түскірдің айналып кеткені несі? Алып соқпаса не қылсын? Біраз кем отырғаннан кейін барып, орнынан сүйретіліп тұрып, қара қазанның аузын жауып тысқа беттеді. Бозала таңнан шақалақтан шыққан жауғашты ала өгіздің сауырын сипай, қамшылап қойып, ойға батып отыр. Бей опа дүние-ай десейші. Кеше ғана думанды тірлігі ду-ду еткен шақалақтың бірер айдың жүзінде тап бұлай жүдеп шыға келеді. Тоз-тозығы шығып, тарап кетеді деп кім ойлаған? Басында қопақарда етіп, дүрліктіре бастап, аяғын сүйір қиымшақтатып келіп, ақыры шаңырағын ортасына түсіріп тынған осылардың артелі не? Коллективі не? Азды көпті болсын, жер тұрмалап, асты қалды. Тігерге тұяқты сыпырып ортаға салды. Соның бәрі құмға сіңген судай, ізім қайығым қайда кетті? Тым болмаса осындайда қызыл қарын аш баланың аузына тосып, талшық етер бірдегенің табылмағанына жауғаштының сенгісі жоқ. Аудан дейме, облыс дейме, соларға қарай алып кетпесе, тап осы шағын шақалақты күйзелтпей, азық түлік өз қотанынан ақ табылса керек еді. Мына отырған өзі жалғыз сиырдың сопынан ерген бұзауын 3 жыл қатарынан әртеліне беріп келді. Биыл көктемде бұзауына қосып сиырын да жетелеп апарып қолдарына ұстатты. Мына ала өгізге де көз алартып еді уәкіл. Оған бұл болмады. Бас жібі менікі демесең, күші әртелдікі. Жазы қысы әртел жұмысын осы өгіз атқарып келеді. Жұмысыңнан тартынған кезіміз жоқ, деп отырып алды. Жалғыз тілді соқамды да әртел жұмысына жегіп отырмын. Ал оны осы өгіз сүйремегенде, анау отырған басқарма сәлік сүйрейді деймісің? Деп өкмет адамын куәға тарта сөйлеген. Сәлікке рахмет. Сол тұста жәкеңдікі жөн. Елдің алды болып әртелге кірді. Өзі кіріп қана қойған жоқ, өгізімен соқасын алып бірге кірді, деді. Қазіргі жұмыста шалдың ала өгізі передовой болып тұр, деп сөз аяғын әзілге шаптырған. Енді міне, сол уәкілде ел басқарады деген сәлікте жоқ. Шақалақ босқындардың шаңдары астында қалды. Ел күйзеліп, босқындармен ілесіп, өздері де басауған жаққа ірге сөгіп, көше бастады. Өзінің сиқы мынау қашпаған қашардың уызынан дәм етіп келе жатқан. Аралағаштағы мұжықтарды қайбір жетісіп отыр дейсің. Жер сүмесін ем өскен немелер мал тұяғының сыртылын естімесе аштан өлетін қазақ деймісің, бірақ жерден өңгеннің бәрін тамаққа жаратады. О заманда бұ заман тиген жерін өртеп өтетін қалақайды, жертезек бопаны қай қазақ азық қылып еді. Ал Петропавл соларды кәдімгі тамақ етіп ішіп отырады. О тоба, мейманасы асқандық бекен. Ана бір жылы Петр әкелген бірер қадақ балықты қуырып жеп отырғанда сәлік кіріп келіп: «Әй жәкесі, енді жемегенің қара судың құрты еді», деп мұны қыжыртқан. Сонда кемпірі балық толы табақты дастарханнан ала жөнеліп, күресінге атып жіберіп еді-ау. Содан әлгі құртыңнан ұшынып, аузы басыма ұшық шықты деп
марқұм кемпірі мұны өлгенше жазғырғаны да есінде. Ей, бейбағай, өгіз бұзаулады десе, илана қалатын аңқау неме, біреу бірдеңе десе, бас шұлғып балаша сене беретін еді-ау. Қазір сол балығыңды да, бопаңды да талғамай, тартынбай жереді. Бірақ балықты қалай аулап, бопаны қалай іс қылады. Сорлы қазақ алдындағы қараңдаған малына моз болып жүріп, аяқ астында жатқан ырыздықты қалай кәдеге асырарынан махрұм қалыпты ғой. Соның салдар емес пе, ел біткен ашықтан босып, бірінің етін бірі жеп жатқаны. Жауғашты әлденеден күдік алғандай төңірегіне жалтақтай қарап, ала өгіздің жолына қамшы сілтеді. Оған жүрісіне жүріс қосатын ала өгіз бе, құйрығын шопшаң еткізіп, бірер шайқап қойып, аяғынан жаңылмай ілбіп келеді. Ала өгіздің шаңырақ мүйіздерінің арасынан сығалай алға қара жол бойына үңіле қарағаны сол еді. Қараңдаған әлдене байқалды. Адам ба, мал ма, әлдене қараң-құраң етіп көзге шалынды. Жауғашты шошынайын деді. Жолаушыларды тонаушылар көбейді. Көлігін сыпырып алып, өгіздерін өлтіріп тастайды дегенді, тіпті адамдардың өзінде боршалап жейтін қорқау қарақшылар шығыпты. Түменнің ормандарын кезіп жүрген ұры қарылар да ұшырасады дегенді естігені бар. Мұндайда ит пен құстың басынып, адамдардың иманды аттап, қылмысқа барар әдет емес пе? Өгізді қақпайлап жол үстіндегі қараңдағаннан айналып өтсем деп алыстан орағытып келе жатқаны сол еді. Екі аяқты қос арыс арбаны байқады. Маңында қыбыр еткен тірі пенде жоқ. Арба үстіндегі дүние мүлік жер тезек болып шашылып қалыпты. Ойбай-ау, мынау әлгі біздің Мұсекең Мұстақтың арбасына ұқсайды ғой өзі. Ауылдан шыққаны менің алдымда ғана бір шай қайнатым уақыт еді ғой. Арбадан секіріп түскен жауғашты әлем тапырығы шығып жайрап жатқан тұсқа келді. Жүкті байлаған ала арқан екі-үш жерден үзіліпті. Шашылған жүктің арасында ұлпа жүні бұрқырай төгілген жастық, құс төсек байқалады. Шағын сандықтың аузы ақтарылып ашық жатыр. Шүмегі майысқан сары самауыр, бүйірі опырылған жез құман анадай жерге ұшып кетіпті. Ағаш күбінің піспегі бір жақта, өзі бір жақта. Ортасы тесік қақпағы бір жақта жатыр шашылып. Ей, жазғандар-ай, күбіні қайтем деді екен. Жауғаштының аузына түскен алғашқы сөзі осы болды. Өздерін тонап қойса жарайды ғой, жобасы өлтіріп кеткен ғой. Қоңыр сиырды алып қоя бермегеніне қарағанда, жауыз кісі жегіштің нағыз өздері болмасын. Алла, көрсетерін көп екен ғой. Жауғашты мына бүлінген арбадан тез кеткісі келгендей арбасына қарай жүгірді. Соба, әйтшу, қасқыр жегір. Ала өгіз иесінің ашуға мінген мінезінен сескенді мекен, ширақ қимылдап, жортақтай жортып ала жөнелді. Ол да мына бір қатерлі тұстан зауға сыққандай барын салып ентелеп келеді. Ойпырмай, жазғандар-ай, не болды екен бұларға? Оншада мұнша жүріп, жыртқыштарға жем болғандары ма? Өздері де өлімдеріне асыққандай таңнан аттанып еді. О балай, көмусіз қалғандары ма? Шал әлден уақытта барып, есіне бірдеңе түскендей қапшыққа орап тастаған қара мылтыққа жармасты. Оғы жоғы есінде ме, жоқ па, онда жұмысы жоқ. Әйтеуір мылтықты қолына көлденең ұстаған қалпы, маңына айбат шақырып, алақ-жұлақ қаранып қояды. Шыбын жанын осы мылтық алып қалардай кеудесіне басқан қалпы қос қолмен сірестіре ұстап алыпты. Қара жол ойдым-ойдым, жал-жал қайың, терек, қарағайы аралас біткен ормандарды бірде жанай, бірде жарып өтетін еді. Қос қапталдығына қаптай біткен ормандарды жаңа көргендей үрке, үрейлене қарап, мазасызданып келеді. Әр бұта, әр ағаш түбіне үңіле сүзіліп, секемшіл күдікті көңілмен шошына қарайды. Әлде кім қалың жыныстан атып шықса, бұл топ-тура
басып салардай қара мылтығын кезене ұстап екі жағына алма кезек жалтақтайды. Үркердей үйірле біткен шоқ ағаштың қылтасынан шыға бергенде топ қарға у-шу болып үрке көтерілген. Жауғаштының қолындағы мылтығы түсіп кете жаздады. Селк ете түскен ол алдымен аспанға қарады. Қарқ-қарқ етіп төбесінен шырқ айналған қарғалар жол жиегінде жатқан екі адамның үстінен ұшып еді. Ала өгізді қақпайлап өліктерді айнала өте бергенде шыққыр көзі, танауы сыңырайып, екі көздің ортасында үңірейген екі өлі тесік қана қалған бейтаныстың жүзіне түсіп еді. Жел шайқайды ма, әлде өзіне солай сезілді ме, өліктер жатқан тұстан қолқа қабар сасық иіс келіп жетті танауына. Жолға қараған күйі келіп, қырындай құлаған жасамыс адамның көнектей ісіп кеуіп кеткен жүзін жыға танымаса да, бір жерде жолықтырған әлде кімге құсатты. Оның артында күн қақтап, бояуы өңіп кеткен орамалы астынан қою қарашашы дудырай шығып әйел адам жатыр. Бұл өгізін тоқтатып арбадан түскісі келді. Сөйтіп мына екі пақырдың бетін жасырып кеткісі келді. Бірақ арбадан түсе-ақ болды. Мына үнсіз мүлгіген өлі ормандар арасынан баспалай аңдыған жау ма, тонаушылар ма, әйтеуір бір құбыжықтар атып шығып, мұның өзінде бас салып, боршалап тастардай үрейледі. Бір аяғын арбаның қоқима қадайшасына арта беріп, қайра тартып алды. Сөйтті де ала өгізге қамшы соқты. Иманды болғыр, пақырлар, жеткен жерлерің осы болғаны да, тірілеріңде жарылқамаған Алла, ақиретте жарылқа деймісің, тым болмаса жүздеріңде жасырынбай қалдау. Ит тірлік-ай, мұсылман ғұрпымен беттеріңді де жасыра алмадым-ау. Қарайғаннан қорқып, ит болдым ғой. Кешіріңдер, пақырларым, кешіріңдер. Өз-өзінен көбірлеген шал, сықырлаған арба үстінде, жол бойында көмусіз, қарға құзғынға жем болып қалып бара жатқан жолаушыларға бағыштап дұға оқып бетін сипаған. Артына қарап еді, қара қарғалар әр тұстан қаптап келіп, өліктер үстіне қонып қалып жатыр екен. Шалдың тұла бойы қалтырап, егі кемсеңдеп кетті. Өзін өзі ұстай алмай еңкілдей келіп өксіді. Осынау жалпақ әлемде, қалың орман арасында, ала өгіз жеккен арба үстінде өзі ғана тірі қалғандай, назалана, дәрменсіздігіне ызаланғандай ағыл тегіл жылаған. Жанарынан жас ыршып, әжімді жүзіне төгіліп келіп, ақ буры сақал мұртын жуды. Құдай-ау, Құдай, шынақ Құдай, бар болсаң, мені неге алмайсың? Мына қорлығың мен тозағыңды көрсеткенше өлтірмейсің бе мені? Неге өлмеймін мен? Деп дауыс салып тұрып жылады. Дауысы мұнша үрейлі болар ма? Жарық шақтана қыстыға шыққан қасаң дауыс қара орманды жаңғыртты. Тап қазір бұғынып келіп, балта сілтер жол торған қарақшың түгілі, жан алғыш Әзірейілдің өзі қарсы алдына келе қалса да, тартынбастай келсең кел деп алса кетердей тым қаһарлы еді. Бірақ жауғашты қанша қайраттанып, аяқ астынан батырсына қалғанымен, өлі орман сілкіген де мүлгіген де жоқ. Ала өгіз өзінің мимырт қимылымен ілбіп жылжып, кіші бесінде аралағаштың да төбесін көрсетіп еді. Кенжешті үрей биледі. Үрей билемегенде қайтсын. Келесі күн-ақ қайтып ораламын деп кеткен қайнатасы міне, 3-ші күн хабар ошар жоқ. Шақалақтан аралағашың 25-ақ шақырым жерде емес пе? Ала өгіздің қолқасы аман болса, таңмен талас шықса, кіші бесінде-ақ жетіп қалушы еді ғой. Бұлардың кейін көзімен көріп кеткен адамның тамырының үйінде табандап жатып алуы мүмкін бе? Жоқ, мүмкін болмаса керек. Өзі де бұларға талға жау етер бірдеңе әкелемін деп әдейлеп жолға шықты ғой. Көбейдің жаты санау серейіп, кешеден бері қара су татудан қалды. Нұрым мен Нұрбекенің аузына қолына түскенді тосып, шықпа жаным шықпалап отырған өз түрі болса мынау. Бүгінде таңмен талас тұрып,
қора төбесіне шықты. Аралағаш асатын қара жол бойына тесіле қарап ұзақ тұрды. Көзіне қаңқаға тырмысып барып, тоғайлы қолаттың қойнауына сіңетін жол бойынан шошаң еткен оқшау қара шалынбай діңкелетті. Көзі жасаурап, бас айналды. Шайқалақтай теңселіп, сатыдан төмен түсті. Атам әлі жоқ. Бұған не болды екен сонша кешігіп? Жолда бірдеңеге ұшырап қалмаса жарар еді. Жүре сөйлеген Кенжеш ауылдың кіндік тұсындағы тас шегенді құдықтың қасына келді. Бұл араға неге келгенін өзі де білмейді. Құдықтың ішіне үңілген. Сонау тереңнен жылан көздене жылтырап су байқалады. Бетіне салқын леп ұрды. Бойы тітіркеніп кеткен демей қалай. Ширақ қимылмен құдық басынан әрі ұзады. Анау тұрған ағаш үш әртелдің төрағасы Сәліктікі. Оның жанындағы тоқал үй Мәлике кемпірдікі. Сәлік бір түнде ірге көтергенде жетім кемпірді өзімен бірге ала кетіпті. Қазір екеуінің де есік терезелері айқыш-ұйқыш тақтаймен шегеленіп тасталған. Тап осы маңда осыдан бірер ай бұрын ғана думанды тірлік болды дегенге сенгің де иланғың да келмейді. Ши көтерген сөресінен ежіге құрты үзілмейтін кемпірдің ас ұстауы елден ала бөтен болатын. Қылап еді ғой шіркін қылап. Кенжеш тап қазір ежіге құрт жегісі келіп кеткендей бір түрлі тұшырқанып, жұтынып қойды. Аузынан сілекейі шұбырардай болып, ерекше бір ләззатты сезіммен жұтынғанымен тіске басар сынық малта да жоқ еді қалтасында. Камзолының қалтасынан үзілмейтін құрттың қалдығын әкелерінің іргесінде ұйықтап жатқан Нұрым мен Нұрбекенің басына қойып кеткен. Тұрысымен таласа тармаса құртқа бас салары анық екеуінің. Алла тәңірім-ай, қос құлынымды зауалыңа кезіктіре көрме, деп күбірлеген Кенжештің алқымына күйікті өксік тығылып, мойылдай қара қос жанарынан мөлт-мөлт етіп жас білінді. Анау көбей сорлының беті әрі қарап кетті-ау, енді оңала алмас. Әуелден жіңішке ауру, иектенген дімкәс неме, қуаты жоқ көр жер тамақтан ұшынды ма, дымсызбай соқтығып қалып барып, мына күнге түсті. Кенжеш Сәліктің үйінің алдына келіп кідірді. Терезеге айқыш-ұйқыш шегеленген тақтайлардың арасынан ішке үңілді. Терезеге қарсы қабырғада ілулі кілем, жүгі бұзылмаған кереует байқалады. Тіпті сәкіге төселген төсеніштер де сол қалпы қозғалмаған қалыпта. Үй иелері жаңа ғана тысқа шығып кеткендерсің. Қайтып ораламыз дедім екен, біреу-міреу бұзып алып кетеді деп қорықпағандар ма? Бірақ аш халық дүниені қайтсын. Келіншек ауыл үйді аралап кетті. Ауыл қотанын өлі тыныштық басқан. Сел кеткен оқшау дыбыс, шошаң еткен бір қара бай қалсайшы. Бәрі бір-ақ сәтте тым көтеріліп көшіп кеткендей. Бірсыпыра үйлердің есігіне қара құлып ілініп, ала жіп байланса, енді бірі шегелеп кетіпті. Бозай шалдың үйіне тақала бергенде аңырайып ашық қалған есіктен 2-3 ит арсылдап атып шықты. Кенжеш баж етіп отыра қалды. Жаңа ғана сел тиіп келе жатқан адамның тосыннан ащы үн шығарып, жалт етіп отыра кеткеннен сескенді ме, алақ-жұлақ еткен ашқарақ иттер үйді айналып жоқ болды. Кенжеш есігі ашық қалған қораның ішіне ене беріп, әлденеден бойы түршіккендей кейін шегінді. Қораның қара көлеңкелі түкпірінде әлдене ағараңдағандай болған. Қойма, ешкі ме, әлде жоқ адам ғой. Келіншек бойын билеген қорқынышты жеңгісі келіп, қанша тырысқанымен көз алдында сереп жатқан шалдың иттер жылқылап алым-жұлым еткен денесіне жақын барып тіктеп қарауға дәті жетпеген. Дәрмені аңырайып ашылып қалған айқарма есікті жабуға ғана жетті. Ойпырмай, не болды? Сұмдық қой мынау. Сұмдық-ай, обалай, имансыздар елді қырып тастады-ау.
иттің иесі болса, түлкінің тәңірісі бар дегені қайда? Ешкімге керексіз болып шақалақтың қотанында осылай аштан қырылғанымыз ба? Әлгі үкіметі уәкілдері қайда бұлардың? Ауылда бізден басқа тірі пенде қалмай тік көтеріліп көшіп кетіпті ғой. Аяқ арттар жоқтар мына боз аятам құсап ит құсқа жем болады да. Аллай, сақтай көр. Кенжеш үйіне жүгірді. Атамда кешікті-ау. Нұрым мен Нұрбике қимылсыз жатқан әкелерінің бас жағында құрт малжаңдап ойнап отыр екен. Бұл сүріне қабына үйге енгенде екеуі де өре тұра келді. Апа, қарным ашты. Бидай қуырып берші апа, деген қос сәби Сәкінің жиегіне келіп отыра кеткен аналарының мойны артылды. Құлындарым-ау, қуыратын бидай болса, сен жерден аяп отыр деймісің? Жоқ қой, отүскір, жоқ қой. Аңырап аз отырды да орнынан тұрып сары самауырынға шоқ салды. Кебеженің қақпағын ашып ішіне үңілді. Мұнда жатыр екен ғой, деп әлденені қудырлатып алып шықты. Бұл бір кезде май салған қарынның қос алақандай құрыш еді. Май сіңді болып кепкен қарынның исі бұған тәбет қоздырардай бір түрлі жұғымды сезілген. Шыдай алмады. Қарынның жиегін тістелеп ұзақ малжаңдады. Сірі болып сіресіп қалған неме болар емес. Аштық жайлаған жан сарайы таңдайға тиген болмашы талғажаудан нәр күткендей, удай ашып тоят тілегендей ашқарақтықпен захарлы запран төккен. Көмейіне лықсып келіп қалған улы запранды күшене ышқына құсқан Кенжеш өзінің мына тығылық әрекетіне шошына сос тие қарап қалған екі баласына сүзілген. Екеуі бірде алыстан, бірде жақындап келіп тұрғандай ма қалай? Әйтеуір анасы сәбилерінің үрейлі жүздерін тап басып тани алмаған әсерде еді. Екі көзі қарауытып, басы айналып кетті. Жүрегі лобылып, езуінен сілекейі шұбырып, бір түрлі жағымсыз, жайсыз күйге түсті. Саусақтарымен шеңгелдей қысқан қарынның ақ жем болған құрышын есікке қарай лақтырып жіберді. Жеткен жерім осы болғаны ма? Тәңірім-ау, атасы-ау, қайда жүрсің? Өлдік қой аштан. Шамам жоқ, күшім сарқылып барады, деген Кенжеш енді бір уақытта күйеуінің үстіне төніп келіп жұлмалай бастады. Тұрсаңшы, өлік неме? Осы бейнетті мен ғана көтеруім керек пе? Тұр, ізде анау әкеңді. Өлдім, біттім, шамам жоқ, жынданатын шығармын. Құрметті тыңдаушылар, жалғасы бар.